Сәлеметсіздер ме, шетелдегі қазақтар каналымызға қош келдіңіз. Менің атым Анара Мераханқызы. Бүгінгі видео Канадада қалайдан тіл мектептерін талдауға болады. Біздің алдыңғы видеода Жандос Беспаев, сәлеметсіз бе? Бізден мындай бір сұрақ сұрапты. Тіл курстарын қалайдан талдауға болады, бағасы, жататын жері болмаса, қабылдайтын жанұя қайсы қалаларда оқыған тиімді болады дейтін бір сұрақ қалдырған. Бұл сұрақ өте жақсы сұрақ деп ойлаймын. Өйткені сіз Канада мемлекетіне келіп саяхат, болмаса қызмет, көшіп келсеңіз де, үйренуге келсеңіз де, әрине сіз тілін білуіңіз керек. Ағылшын тілді, болмаса Франция тілі. Негізінен ағылшын тілді үйренуіңіз керек. Көптеген жолдармен тіл үйренуіңізге болады. Өз мемлекетіңізде жүріп үйренсеңіз болады, мектепте жүріп үйренсеңіз болады, болмаса Канадаға келіп тіл үйренсеңіз болады. Сондықтан қандай тіл мектептерді талдау керек, қалай талдау керек? Біріншіден сіз тіл мектепке келген кезде, әрине сіз өзіңізде мақсатыңызға байланысты. Сіз ағылшын тілге келесіз бе, жоқ әлде франция тілін үйренесіз бе? Екінші, өзіңіздің жасыңызға да байланысты. Мысалы, кейбір мектептердің ішіндегі language center'да, тіл үйрететін центрда өзінің жас шектеуіміз болады. Кейбір мектептерде, мысалы, 18 жастан кішкене, 18-де 24, 25-де 40, болмаса 40 жастан ары қарай адамдарға ашылған мектептер бар. Сондықтан өзіңіздің жасыңызға да қарайды. Next one, өзіңіздің language level. Бұл жердегі language level айтып отырғаны, сіздің ағылшын тіл болатын болса, қаншалықты level, сіз әзір қандай дәрежедесіз. Мысалы, сіз мүлдем ағылшын тіл білмейсіз бе, жоқ біраз ағылшын тіл бар ма, or intermediate, болмаса түсіне аласыз, communicate, сөйлесе аласыз, сондай дәрежедесіз бе, болмаса advanced level, жоғары дәрежеде ағылшын тілді білесіз бе. Тіл нәтижеңіздің әзірге қаншалықты нәтижеде, қаншалықты level соңыңызға да қарайды. Және айтып өттік, сіз не үшін үйренесіз? Мақсатыңызға өте маңызды. Өйткені кейбір кісілер жөн саяхатқа, мысалы, саяхат виза алғанда 6 айға шейін тұруыңызға болады. Осы 6 айдың ішінде 1-2 апталық, болмаса 1-2 айдық тіл курстарына қатынасып, өзіңіздің ағылшын тіліңізді жоғарылатуыңызға болады. Ал бұндай жағдайда сіз ешқандай тест, мысалы, тіл нәтижесі керек, мен сынауға қатынасым керек, IELTS-қа қатынасым керек, болмаса TOEFL қатынасым нәтиже керек дейтін сізге бұндай қажет жоқ. Ал сіз қызметке ағылшын тіл керек, менің өзімнің қызметіме байланысты ағылшын тіл үйренемін дейтін болса, әрине сіз қандай қызметтесіз? Мысалы, сіз бизнеспен айланысасыз ба, жоқ әлде engineer ма? Әрбір салада өзінің professional ағылшын тілдері болады, сол professional тілдерді үйренуге келесіз ба? Одан сырт, мысалы, сіз әзір ағылшын тіліңізді жоғарылатып, одан да жоғары мектептерге, университетке, болмаса колледжға барам дейтін өзіңізде планыңыз бар ма? Сондықтан өзіңіздің purpose, не үшін ағылшын тілді үйренесіз, оныңызды білуіңіз керек. Және айтып өттік, сіз ағылшын тілдің бір сынауына қатынасатын сізге керек пе, керек емес пе, оны білуіңіз керек. Осылардың бәрін фокус қылып, бәрінде consider, бәрінде ойластыра отырып талдауыңыз керек. Екіншіден, тіл мектептері үлкен жақтан 2 түрліге бөлінеді. Біріншісі EAP, ол English for Academic Purpose. Бұлай айтқанда, сіз ағылшын тіліңіз үйренудің мақсаты academic. Сіз жоғары мектепке, колледжға, университетке қатынасатын мүмкіншілігіңіз болмаса планыңыз болатын жағдайда EAP програмға қатынасуыңыз керек. Academic Purpose ағылшын тіл курстеріне қатынасуыңыз керек. Бұл жерде тағы бір айта кетер,
кейбір оқушылар колледжға, университетқа өзінің аппликейшндарын тапсырады, бірағында тіл нәтижесінің төмен болғандығынан өтпей қалған жағдай болады. Оларға шақырту береді, бірағында шақыртуында conditional offer дейді. Conditional offer дегені шартты түрдегі шақырту. Бұл жердегі шарты ағылшын тіл нәтижесі жақсы шықпады, сондықтан сіздің ағылшын тіл нәтижеңіз жоғарылаған шарт толған жағдайда мектепке бұл шақыртуыңызды істесеңіз болады деген сөз. Сонда осындай оқушылар да жаңағы EAP програмға қатынасу керек, ағылшын тілін жоғарылату үшін. Енді бір түрі ESL, ол English for Second Language Learner. Бұның мақсаты, мысалы, сіз саяхатқа келген кезде, қызметке болмаса өзіңіз жөн ағылшын тіліңізді біраз жоғарылатайын деген жағдайда екен, онда ешқандай сіз сынауға болмаса бірдеңеге қатынасам дейтін сізде қажетіңіз жоқ, сондықтан сіздің талдауға тиісті программыз ESL программ. Сондықтан бұны өзіңіз өте қанық білуіңіз керек, өйткені бұл екі түрлі программның үйрену уақыт, уақыт шегі оқшамайды. ESL-да біраз қысқа уақыт үйрену болады, 2 апталық, 3 апталық, болмаса 8-5 апталық үйренуде болады. Бірінші түрі EAP программ, жаңағы академик оқушыларға қатынасатын программ. Бұның уақыты біраз ұзақ, өйткені сіз академик жақтан ағылшын тіліңізді жоғарылатуыңызға біраз уақыт кетеді. Одан сырт сіз сынауға қатынасуыңыз керек. Бұл программ біткен соң, соның кейбір оқушылар сол уақытында өзінің жаңағы university колледжға баратын өзінің condition шарттарын толықтап алуына болады. Енді бір сұрап кеткені, қанша уақыт, мысалы, қанша уақыттық үйренудер бар. Бұл жерде 2 апталық үйрену бар, 5 апталық, 8 апталық, 12 апталық үйренудер бар. Кейбір мектептер кастом өзіңіздің жағдайыңызға қарай отырып, ол қанша уақыт деп өзіңізге үйренуді де мүмкіншілікті жасап береді. Енді бір айта кетер, бағалары қанша деп сұрапты. Бұл жерде әрине сіз жаңағы қайсы програмға келдіңіз, қаншалықты программа ұзақ уақытын талдадыңыз, соңыңызға байланысты. Бірақ мен енді үлкен жақтан айтайын, 3 мектепті көрдім. Мысалы, табыр айта кетер, келген мектептің үлкен қалаға келдіңіз бе, жоқ кішкене қала ма, жоқ әлде шеткер жергедегі бір language centerға келдіңіз бе болғанда байланысты. Сондықтан мен өз ойымда жақсы деген бір 3 мектептің орнын көрдім. Біріншісі Ниагара, бәріміз білеміз, Ниагара сақырама, ол бір өте әдемі кішкентай қала, Американың Канаданың аралығында, өзі сондай әдемі жер. Ол жерде Brock University дейтін бір university бар. Олардың тіл бөлімшесінде көп программдар бар. Мысалы, 5 апталық, 8 апталық, 14 апталық үйрену бар. Өзіңіздің жағдайыңызға қарай отырып, кастом уақыты да береді. Мысалы, мен 3 ай үйренуге келген дейтін болсам, сізде мектеппен coordinate, communicate хабарласа отыра, 3 апталық болмаса 3 айлық үйренуіңізді мектеп ондай программ сізге offer бере алады. Әзіргі жағдай біршама ұқсамайды, COVID-19, сондықтан қысқа уақыт 5-8 апталық үйренулердің бәрі бұл мектепте онлайн үйрену екен әзіргі жағдайда. 14 апталық үйренуі $4,900 дейді. Енді бір мектепті көрдім, Halifax. Бұл да өте әдемі кішкене қала, теңіздің маңайында, өзі сондай кішкене тұрмысқа қолайлы, өзі жеке мен өзім сондай жақсы көрдім ол жерді, Halifax. Ол жердегі мектеп Dalhousie University, Halifax'та. Ода 8 апталық үйрену бар, 12 апталық үйрену бар. 8 апталық үйренудері $3,000.
12 апталық үйренуі $4500. Енді бірі Торонто University. Торонто әрине ол үлкен қала, ол жерде өте көп дүниенің әрқандай жерінен келген адамдар осы жерде қоныстанып тұрмыс көріп жатыр. Сондықтан бұл жердің өзі сондай дамыған қала. Әрине ол жердің тұрмыстық мектептің қажеті де бір салыстырма жөнінде айтқанда біршама жоғары. 2021 9-шы айдың үйренуі, онлайн үйрену $6300 дейді. Сонда негізінен айтқанда сіз EAP програмға келетін болсаңыз, Academic University College'ға қатынасам деп өзіңіздің ағылшын тіліңізді академик жақтан жоғарылататын болсаңыз, 14 апта, 12 апталық үйренуге келесіз. Оның бағасы $4500-$6000 аралығында. Канада доллар. Ал кейбір кісілер жөн мен саяхатқа келем дейтін болатын болса, сіз талдауға тиісті программ ESL программ, жаңа айтып өттім. Оған қысқа уақытты үйренуге келсеңіз болады. 2 аптаға, болмаса 5 аптаға, болмаса 8 апталық үйренулерге өзіңіздің қажетіңізге қарай, одан сырт өзіңіздің қаржыңызға қарай отырып, өзіңіз талдауыңызға болады. Енді бір айта кетер, тіл мектепке сіз сыртта тұрып, ондай тіл мектептердің шақыртуын алып, мектептің tuition'ын беріп болған жағдайда, әрине сіз саяхат визаны оңай қолға алатын боласыз. Енді бір айта кетер, жаңағы қай жерде тұрамын, мысалы оқушылар үйренуге келетін болса, қайда тұратын жатақ болмаса, қабылдайтын жанұядар қалайдан жанұяны талдай, өзім барын талдаймын, қалайдан талдау керек дейтін мүмкін осындай сұрақтар болуы мүмкін. Сіз оқушы болатын болсаңыз, мектептің кампустағы resident apartmenттарға жатуыңызға болады. Оның бағасы $1000-$2000 аралығындағы бағада. Әрине жаңа айтқандай, сіз қайсы мектепке келесіз, одан сырт үлкен қала, кішкене қала келдіңіз ба, қанша адамдармен бірге тұрасыз, соның бәріне байланысты. Сондықтан мен бір мынша деп айта алмаймын, бірақ $1000-дан $2000 аралығындағы баға мектептің ішіндегі on-campus buildingдарда. Екіншісі homestay. Homestay қылатын болса, сіздің талдап отырған мектебіңіздің өзінде сіздерді албаты өзіңіз бар бір семьяға жатуыңызға келмейді. Әрине өзіңіздің safety, сіздің қауіпсіздігіңізді да ойлайсыз. Сондықтан мектеп өзінің астында семьядар бар, register болған семьядар бар. Ол семьядарды оқушы менен жаңағы семьядарды мектеп өзі бір-бірін таныстырады, болмаса сіз өзіңіздің ынтаңызды айтқан кезде сізге мүмкіншілік опшндарды береді. Мысалы, мындай семьядар бар деген. Ал семьяда жататын болсаңыз, әрине сіз тамақ керек пе, оны есептейді. Мысалы, сіз бір күнге 3 уақыт тамақты сол үйден жеймін дейтін болсаңыз, $800-$1000 аралығында. Енді тамақты мен өзім істеймін, болмаса мектептен тамақ пұлымды өзім бөлек төлеймін дейтін болсаңыз, жаңағы бағамыз $800-дан біршама төмен болады. Әрине, homestay'дің қандай жақсы жерлері бар. Homestay'да әрине оның өзінің жақсылық жері бар. Мысалы, бірінші сіз ағылшын тіл үйренемін деп келген оқушы болсаңыз, сіз English speaking family, ағылшын тіл сөйлейтін семьяға келесіз. Сіз сол семьяның бір мүшесі болып бірге күнделікті үйдегі жұмыстарға бірге, holiday болмасы олардың өздерінің активитеттеріне қатынасатын боласыз. Одан сырт сіз бұл ағылшындардың өздерінің семьяда қандай болатынын, олардың culture'ын, олардың мәдениетін көп жақтан тіпті терең түсінетін боласыз. Енді бір жағынан айтқан кезде, оның көп нәрселері үйінде бар болады. Мысалы, сізге төсегі, үйрену, desk, үйдегі интернет, Wi-Fi бәрі өздерінің сол жаңағы берген семьялық $800-$1000 алған жатақ пұлының ішінде қамтылады.
Одан сырт әрине сіз өзіңіз бір үй өзіңіз іздеуіңізге де болады, рент қылып. Оған ең алдыменен ол сыртта тұрып іздеу біршама қиын. Сіз келуіңіз керек, мектепке бір-екі апта, бір айдың ішінде, сосын таныстарыңыз болады, сол арқылы басқа жерде тауып алуыңызға болады. Оның бағасы қандай жерді талдаған, қандай үйді талдаған, сонысына байланысты. Біз өткендегі видеолардың ішінде қалайдан Канада study виза, оқу визасын қалай алуға болады дейтін тақырыптарды айтып кетті. Сіз әлі оны тексеріп көрмеген болсаңыз, бұл жерден тексеріп көруіңізге болады. Оқу визасын алу 6 айдан жоғары. Мысалы, сіз 1 жылдық үйренуге, 2 жылдық үйренуге келетін жағдайда study виза керек. Ал бұл жердегі біз айтып отырған language school жөн сіздің тіл қабілетіңізді жоғарылату, қысқа уақыттық үйрену. Мысалы, сіз жаңағы 5 апталық, 8 апталық үйренудерге келген кезде сізге study виза керек жоқ. Сіз саяхат визамен келген кезде мұндай тіл мектептеріне қатынасуыңызға болады. Оқшамайтын жағдай, біз және айттық, conditioned offer university колледжға баратын оқушылар сіздің қолыңыздағы conditioned offer шартты түрдегі шақырту болған жағдайда, сіз шартыңыз, ағылшын тіліңіз жоғарылаған жағдайда университетке үйренуге баруыңыз керек, болмаса баратын сіздің шартыңыз толады. Сондықтан ондай жағдайда сіздің study виза алуыңыз керек. Өйткені сіз 1 жыл үйрену, болмаса 12 апталық үйрену біткен соң, жаңағы колледжға, болмаса университетке баратын мүмкіншілігіңіз бар. Сондықтан сіз study виза алуыңыз керек. Тағы бір рет айта кетер, бүгінгі тақырыбымыз ағылшын тіл курстеріне қалайдан қатынасуға болады. Бұдан сырт, мысалы, біз айтқан master's degree, PhD болмаса, осындай жоғары аспиранттықтарға келген кезде оқу виза керек. Одан сырт сіз орталық мектепке 10-ші, 11-ші, 12-ші оқуға келген жағдайда онда оқу виза керек. Енді бүгінгі айтып отырғанымыз тіл, қысқа уақыттық тіл мектептерге қатынасу, қалайдан талдау керек, өзіңізге лайық, өзіңіздің мақсатыңызға қарай отыра, өзіңіз қай жерге келгіңіз келеді, соның бәріне қарай отыра талдауыңыз керек. Ал бұл жерде мен әзір сіздердің болмаса жекелік жағдайларыңызды түсінбеймін, бірақ та өзіңізде бір өте қанық мақсатыңыз болатын болса, қайсы мектеп талдаймын, бұл мектеп бола ма деген сұрақтарыңыз болатын болса, біздің комментарийға жазыңыз. Сөзсіз өзім жеке оқимын, біз сіздердің әрбір сұрақтарыңызға шамамыздың келісінше бәріне көмектесетін боламыз. Тағы да бір айта кетер, тіл үйрену, сіз Канадаға болмаса Америкаға келетін, мұндай ағылшын тіл сөйлейтін мемлекетке келетін болсаңыз, әрине сіз тіл білуіңіз керек. Қызмет істесеңіз де, қысқа уақытты үйренуге келсеңіз де, кейін осы жақта ұзақты тұрғыны боламын десеңіз де, көшіп келем деген жағдайда, болмаса мен жүрген келіп ақша табамын, қайтамын дейтін жағдай болса да, сізге тіл керек. Сондықтан ағылшын тіліңізді сөзсіз үйренуіңіз керек. Ағылшын тілді үйрену өте маңызды деп ойлаймын. Кейінгі видеолардың ішінде біз қалайдан ағылшын тілді үйрену керек, күнде не істеу керек, қалайдан ең қысқа уақыттың ішінде мен ағылшын тілді үйрене аламын дейтін тақырыптарды сіздерге керек болатын болса, оны да видеоға жасап шығаруымызға болады. Сонымен бүгінгі видеомыз осы жерге шейін. Тағы да айта кетер, бізді қолдаңыздар, лайк басыңыз, комментарийға сұрақтарыңыз жазыңыз, өзіңіздің көзқарасыңызды айтыңыз. Біз үшін ол өте маңызды. Біз әзір кішкентай каналымыз, бірақ сіздердің қажетіңізге қарай біз ұмтылатын боламыз. Сондықтан бізді қолдаңыздар. Сонымен сізбен бірге болған Анара Нұраханқызы. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыз. Рахмет.